ертегін айтып беремін. Баяғы заманда аң патшасы арыстан бәйге ұйымдастырыпты. Кім мына ыстық суды ішеді, соған мен сыйлық берем. Аңдардың бәрі келіп, ыстық суға қарап, жоқ, шамаймыз депті. Сосын бір қоян келіп, мен ыстық суды жақсы көремін. Қоян ыстық қазанды алып алып та, міне, қараңдар депті. Сосын қоян қазанды алып алып та, басына көтеріп алып, сіміріп, ішіп апты. Аңдардың бәрі таң қалып, арыстанның өзі таң қалды. Сосын қоянға арыстан өзі сеніп, сыйлығын да берді, қоянның жақсы көретін сәбізін де берді екен. Ал достар, осымен ертегі бітті.